Қайырлы күн, құрметті кішкене оқырмандар. Биыл қазақтың ағартушы педагогі Ыбырай Алтынсариннің туғанына 180 жыл толды. Ол 1860 жылы Орынбордағы облыстық басқармада қызмет атқарып жүрген кезінде оған Торғайда қазақ балалары үшін 2 класстық бастауыш мектеп ашуды тапсырады. Осы кезден бастап оның ағартушылық педагогтық қызметі басталады. Ол ауыл-ауылды аралап қазақ балаларын оқып білім алуға шақырады, мектеп ашады. Қазақ балаларының таным түсінігіне лайықтап оқыту әдістемелік құралдарын жасады. Өлеңдер жазды, шағын әңгімелер мен мысалдар жазды. Қазір мен сіздерге аталарыңның дүниеде жамандық неден деген әңгіме ертегісін айтып беремін. Дүниеден баз кешкен бір ақжүрек шал қалың ну орманды мекендейді. Ондағы аңдар одан қорықпайды. Ол да олармен сөйлесіп ұғысады. Бірде ол ағаштың түбінде жатырса, сол жерге түнемекке қарға, көккептер, жылан, бұғы келеді. Олар дүниеде жамандық неден деп кеңес құрады. Дүниеде жамандық аштықтан. Тоқ болсаң бұтадан бұтаға секіріп, әніңді салып, тұла бойыңды қуаныш кернеп, көрінгенге қуанып жүресің. Бірер күн аш болсаң, айналаңда көрінгеннің бәрін жек көріп, иттің, қасқырдың сүйреген жемтігіне жабысып, таяқ жеп, аштан өлесің. Талай қарға осылай өлген. Дүниедегі жамандық аштықтан дейді қарға. Жоқ, дүниедегі жамандық махаббаттан. Біздер жұптасып жүреміз, жұптасып өмір сүреміз. Жұбымыз өзімізден бөліп ұшып кетсе, оны уайымдап, қаршыға көзін шұқымады ма, балалар ұстап алмады ма деп ұша жөнелеміз де, не қаршығаға кезігеміз, не тұзаққа түсеміз. Дүниедегі жамандық махаббаттан, деді көккептер. Жоқ, дүниедегі жамандық жаман мінезден. Біздер тату жүрсек, қастық ойламасақ, кекшіл болмасақ, бәрі жақсы болар еді. Біздің ойымыздағы нәрсеміз болмай қалса, соған ашуланып, айналамызда шағып алғымыз келіп, ашуланамыз. Дүниедегі жамандықтың бәрі қара жүректіктен, деді жылан. Жоқ, дүниедегі жамандық қорқақтықтан. Біз қорқақ болмасақ, мықты жауымыздан қашып құтылар едік, әлсіз жауымызды сүзіп құтылар едік. Сәл сыбдырды естісек, қорыққаннан селкілдеп қоя береміз. Я қаша жөнелеміз де құзға шығып құлап өлеміз. Түнде ұйықтағанда да бір көзімізді ашып ұйықтаймыз. Дүниедегі жамандық қорқақтықтан келеді, деді момын бұғы. Осы кезде ақжүрек шал, жоқ, дүниедегі жамандық аштықтан да, махаббаттан да, жаман мінезден де, қорқақтықтан да емес, біздің тәнімізден. Бұлардың бәрі біздің тәнімізде өсіп жетіледі. Сол себепті тәнімізді таза сақтауымыз керек деп әңгімені байлады.